келеді ка мамам жүре жүр. Өте бер, өте бер. Бақпаманың жолдасы бар. Al kavul olsun. Қауы болсын. Ya Allah Taala біздің зираттарымызды қабыл етсін. Ассаламу алейкум қабір иелері. Сізде бізде болған, бізде сізде боламыз иншалла деп айтып кеткендегідей, қабірстандағы адамдар біздің келіп отқанымызды біледі. Олар біздің сәлемімізді қабылдайды. Я сахи хадистерде сұрайды осы өлім қабірстандағы адамдар бізге мұқтаж ба? Әрине мұқтажбыз. Олар да мұқтаж, біз де оған мұқтажбыз. Олар біздің келгенімізді, әрбір басқан қадамымызды, келген ниетімізді бәрін сезіп отырады, бірақ өкінішке орай олар бізге кері ответ жауап бере алмайды. Соған байланысты біз осына келіп зират етеміз, өлімді еске аламыз. Бәрі бір-біріне жақын екен де, қарап отырмын да жаңа. Так, ең бірінші болса Хатиматаның қорымы, соның бұл қабірі. Осының құрметіне осындай әулиелер жатыр, әулие әмбиелер. Олар Құдайдың достары. Сонымен қатар қабырға келген кезде дәрет сындыру болмайды. Дәрет сындырсаң кем дегенде бір 80-100 қадамда жүрген абзал. Бақытты қыблаға бұрмаған дұрыс. Және қабырға келген кезде дүниедегі артық әңгімелерді алып тастау керек. Қабырға келудің себебі біз өлімді еске аламыз. Өлімді әрбір мұсылмандан өлімнің дәм тұзы таусылғаныңызда дәмін татады дейді. Алла біздің ниетімізді, шаратымызды қабыл етсін. Шын пейілінен, шын көңілімізден келіп жатырмыз. Кәмшатты қорғайды. Нағыз қойыншықтың ғой? Иә, нағыз қойыншық болды сол. Бірақ маған ешкім тигізбейтін. Еще жаңағы апаларының сырғаларын ұрлап келеді. Қайда еттіңіздер? Жүре берін. Қазір келген жағымыз жасақ қой. Жүре берін. Ана үйге дейін барсақ болды емес пе? Салынған жерін олмен жүріп бәрі қырнау. Шөпті баспасандар болды ғой. Иә. Тастардың астында адамдар жатыр ғой. Дұрыс. Не? 86 ма? 1863 дүниеге келді. Қой. Иә. 20 жыл қайтыс болған. 11 жаста айтқан сол ма жаңағы? Жоқ, Қайсысы бір 11 жаста қайтыс болды дейсің? Әленің ба? Бәйт, айт ба?
Сәкенге мына неде қыз қалдырған дейді ғой қыздарын. Міне мына намаз қазір Баба, қазақ кете берсем болады. Оны немен қазамын? Мынау кімдікі? Төмпешік. Білмеймін, мұның бәрі адамдарға жатқан. Жоқ, ана жоғарыда төмпешік айтады. Құстардың бәрі адамдарға жатқан. Иә, иә. Былай. Түсініп тұрмын.